Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және 7-ші сынып оқушылары. Мен Киялова Бауыржановна, Меңдіқара ауданы әкімдігі білім бөлімінің Хабар Шамбаев атындағы Боровской мектеп-гимназиясы мемлекеттік мекемесінің математика пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңберлер. Оқу мақсаттары: үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің анықтамасын білу, үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрінің орналасуын түсіндіру. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер үшбұрыштың барлық төбелері арқылы өтетін шеңбер сол үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер деп аталады. Мінекей, үшбұрыштың барлық төбелері арқылы өтіп тұр. Байқасаңыздар, мінекей А, Б, С төбесі арқылы тұр. Бұны біз үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер деп атаймыз. Үшбұрыш қабырғаларының ортасы арқылы өтетін және оған перпендикуляр түзуді үшбұрыштың орта перпендикуляры деп атаймыз. Үшбұрыштың қабырғасы арқылы өтеді, ортасы арқылы өтеді және оған перпендикуляр түзуді біз орта перпендикуляр деп атаймыз. Теорема 1. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер центрі үшбұрыштың орта перпендикулярының қиылысу нүктесі болады. Мінекей, орта перпендикулярның қиылысу нүктесі шеңбердің центрі болады. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер салу үшін біріншіден оның қабырғаларының орта перпендикулярын саламыз. Жаңағы теорема бойынша үш орта перпендикулярлардың қиылысу нүктесі осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі болуы керек. Циркульдің көмегімен біз шеңберді сызамыз. Айталық, мына жерде центр болсын. АС бізде диагоналі болады. Өйткені ол центр арқылы өтеді. Жазыңыздар, берілгені үшбұрыш АБС үтір бұрыш С бұрыш Б 90 градус. Өйткені ол бізде тік бұрышты үшбұрыш. С бұрышы 30 градусқа тең. АБ-ны табуымыз қажет. АБ сұрақ белгісі. АБ сұрақ белгісі. Енді С бұрышы біз 30 градусқа тең екені белгілі бізде. С 30 градус. 30 градус. Б бұрышы бізде тік бұрышты үшбұрыш болғандықтан бұл бізде тік болып тұр, яғни 90 градусқа тең. А бұрышын біз таба аламыз. Біз білеміз, үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең екенін. Жазайық. Бұрыш А тең болады 180 азайту 180 градус азайту жақшаның ішінде С бұрышы қосу Б бұрышы. Бұрыш С қосу бұрыш Б. Жақша жабылады. Енді орнына қойып есептейік. А бұрышы тең болады 180 азайтамыз 30-ға қосамыз 90-ды.
Неге 90 екені барлығымызға да түсінікті шығар, иә? Өйткені ол бізде тік бұрыш. 90 градус. Қашан жабылады? Тең болады. 30 қосу 90, 120. 120 аздамыз болады 60 градус. Сонда жазамыз А бұрышы тең 60 градус. А бұрышы 60 градусқа тең болды. Енді біз білеміз, 30 градусқа қашқан катет гипотенузаның жартысына тең. 30 градусқа қашқан катет ол бізде АБ. Теорема бойынша, яғни АБ гипотенузаның жартысына тең. Гипотенуза бізде АС. Жазайық сонда. АС емес, АС тең болады дейік. 2 АБ-ға немесе АБ тең болады. 2-ден 1 АС деуге болады. АБ. Осы жерден АБ-ны табамыз. АБ тең болады. АС бізде диагональ болғандықтан, АС бізде 2 радиусқа тең, иә? 2 есебінде радиусқа тең. Радиус бізде 5 см, яғни АС 10-ға тең. АБ-ны табу үшін АС-ны бөлеміз 2-ге. Тең болады деп қояйық. 10 бөлу 2 тең 5. Сонда АБ қабырғасы 5-ке тең болды. Жазып қойыңыздар. Жауабы АБ тең 5 см. Есеп шығарылды. Видеоны паузаға қойып, жазып алуыңызға болады. Енді келесі өз білімімізді тексеріп көрелік, балалар. Көп нүктенің орнына керек сөзді қойыңыздар. Уақыт беріледі. Видеоны паузаға қойып жазып алыңыздар, одан кейін тексересіздер. Енді жауаптарын қарап алыңыздар. Тексеріп алыңыздар. Үшбұрыштың барлық төбелері арқылы өтетін шеңбер сол үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер деп аталады. Үшбұрыштың орта перпендикулярларының қиылысу нүктесі үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі болады. Барлықтарыңыз дұрыс орындаған шығарсыздар деп ойлаймын. Енді үй жұмысы. Бүгінгі тақырыпты оқу міндетті түрде. Қосымша тапсырмаларды білімлен сайтынан қарап алыңыздар, оқыңыздар, орындауларыңыз керек. 1-ші беттегі номер 4-те 19-шы есепті шығарыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, балалар.